Әрине біздің ең алғашқы тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында аса ауыр салмақта өтетін 265 фунт салмаққа дейінгі кездесу. Дәл қазіргі сәтте нөмір 13 орында тұрған ағылшын жауынгері Мик Паркин мен оның қарсыласы нөмір 8 орында тұрған тағы бір поляк жауынгері Марчин Тыбура арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік ағылшын жауынгері Мик Паркинді фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені бұл жауынгердің бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Бұл жауынгердің соңғы кездесулерінің барлығы техникалық, сонымен қатар нокауттарға толы болып жүр. Өзінің соңғы кездесуінде UFC 304 турнирінде өзінің қарсыласын нокаутқа жіберу арқылы бұл жауынгер Ұлыбританияның Манчестер қаласында өткен турнирде $100 000 бонусқа ие болған болатыны. Ал поляк жауынгері нөмір 8 орында тұрған Марчин Тыбураға келетін болса, бұл жауынгердің бокс стилі, грэпплинг стилі, күрес стилі, сонымен қатар бұл жауынгердің тік тұрып соғысу стилінің жақсы деңгейде екенін білеміз. Менің ойымша, бұл кездесуде ағылшын жауынгері Мик Паркин Марчин Тыбураны техникалық нокаут болмаса нокаутпен жеңу арқылы өзінің жанкүйерлерін қуантып, сонымен қатар топ 10-ға топ ете түсуі тиіс деп есептеймін.